Сәлеметсіздер ме? Бүгін номері 1 БЖБ 5 сынып бойынша натурал сандар және нөл саны тақырыбы бойынша жиынтық бағалаудың есептерін қарайтын боламыз. Бірінші есеп: өрнектің мәнін тиімді әдіспен табыңыз. Өрнектің мәнін тиімді әдіспен табу үшін екеуіне де көбейтіп тұрған ортақ көбейткіш 5084-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Жақшаның ішінде қалады 24 қосу 976. 976-ға 24 қоссақ бізде 1000 болады. 5084-ті 1000-ға көбейтеміз. 5084-ті жазамын және 3 нөлімді тіркеймін. Бізде болады 5.084.000. Келесі есеп: 594-ке 6-ны қосамын, 847-ге 153-ті қосамын. 594-ке 6 қоссам 600, қосамын 847-ге 153 болады 1000. 1600. Екінші есеп: теңдеуді шешіңіз. 78 азайту m-ді жазып аламын. 36-дан 24-ті азайтамын. 78 азайту m тең болады 12. m-ді табу үшін 78-ден 12-ні азайтамын. m тең болады 78-ден 12 алсам 6, 66. Тексереміз. 24-ке қосамын, 78-ден 66-ны азайтамын, тең болады 36. 78-ден 66 алсақ 12, 24-ке 12 қоссам 36 шығады. Біздің жауабымыз дұрыс. Үшінші есеп: көрермендер залында 360 орын бар. Барлығы 360 орын. 42 адамнан тұратын 8 топ өз орындарына отырғаннан кейін неше орын бос қалады? 42 адамнан тұратын 8 топ, яғни 8-ге көбейтеміз. Сонда қанша адам саны бар екені шығады? 6, 1 ойда 32, 33. Барлығы 8 топта 336 адам бар екен. Демек, қанша орын бос қалатынын табу үшін 360-тан 336-ны аламыз. 360-тан 336-ны аламыз. 336 азайтамын 4, мұнда 5 қалды 2. 24 орын бос қалады.